Ассалаумағалейкум, қадірменді телекөрермен, эфирде Иман Нұр бағдарламасы. Өздеріңізбен араға апта салып қайтадан жүздесіп отырмыз. Бүгінгі біздің хабарымызда қозғалатын негізгі тақырып Мәуліт мерекесі жайында болмақ. Мәуліт мүбәрәк ай деген тақырыппен бүгінгі хабарымыз кезекті саны өздеріңізге жол тартып отыр. Жалпы Мәуліт дегеніміз не? Ол адамзаттың ардақтысы болған Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, туған күні, яғни Мәуліт деп аталады. Жалпы бұл күні барша мұсылман жұртшылығы Мәуліт мерекесін тойлап, арқа жарқа болып, кең көлемде аталып өтіліп жататынын біз көріп жүрміз. Және де бұл Мәуліт мерекесінің төркініне қатысты да кейбір басқаша көзқарастар бар. Осы турасында, осы сауалда басқа да жалпы осы Мәуліт мерекесіне қатысты бүгін біз бағдарлама барысында кеңірек тоқталатын боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы қаламыздағы Сұлтан Бейбарыс мешітінің наиб имамы Нұрлан Жарқынбаев. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Қал ахуалдарыңыз қалай, жақсы ма? Аллаға шүкірміз, аман есен. Енді алда келе жатқан мына Мәуліт мерекесі құтты болсын. Алдымен барша мұсылман жұртшылығының да енді үлкен мерекесі ғой. Адамзаттың ардақтысы болған пайғамбарымыздың туылған күні, дүниеге келген күні деп айтып жатамыз. Енді алдымен осы Мәуліт мерекесінің бір қысқаша тарихына тоқталып өтейік. Жалпы бұл Мәуліт қайдан шықты, қалай тойланды, кімдер тойлай бастады, және де Алла елшісінің өзінің өмір сүрген заманда тойланды ма деген сияқты сауалдарға жауап беріп кетсеңіз. Аса рақымды Алланың атымен бастаймыз. Алланың елшісі Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға сансыз салауаттар болсын. Оның артынан ерген сахабаларына, табиғиндеріне Алла Тағала рахметсін. Енді Мәуліт деген сөзі, жалпы Мәуліт деген араб тілінен аударған кезде туған күн деген мағынаны береді. Яғни уәләде деген етістігінен алған кезде Мәуліт дейді. Енді Мәуліт мерекесі, жалпы Мәуліт мерекесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның заманында болмаған негізінен. Сахабалардың да заманында болмаған. Бұл кейіннен үрдіске енген Мәуліт мерекесі. Енді Мәуліт мерекесінің тарихында енді негізінен сол пайғамбардың заманынан кейін, табиғиндердің заманынан кейін орын алған үрдіс негізінен. Бұны тойлау жайында әртүрлі көзқарас бар. Енді бір-екі ғалымның Мәуліт мерекесі болмайды дегенмен, көпшілік Әхлі сүннат уәл жамаат, яғни сүннет иелерімен оның артынан ілескен жамааттан шыққан үлкен ғалым ғұламалар Мәуліт мерекесінің тойлауына рұқсат берген. Яғни бұл дінге енгізілген жаңалық болғанымен жақсы жаңалық дейді. Енді жақсы жаңалық деп отқан не? Осы дінге енгізілген жаңалық жайында айтатын болсақ, жалпы бидғат дейді. Жалпы бидғат араб тілінен аударған кезде қазақ тіліне дінге енгізілген жаңалық деген мағынаны. Дінге енгізілген жаңалықтың көптеген ғұламалар айтпақшы екі түрі болады, жақсы және жаман. Жақсы дейтін бидғаттардың олар адамды тек қана жақсылыққа апаратын, адамды ізгілікке, адамды адамгершілікке апаратын жаңалықтар. Ал енді жаман бидғат деп отқанымыз, әлбетте ол дінге енгізілген жаңағындай түрлі қазіргі таңда енді мына діннің төңірегінде де көптеген жаңағы мифологиялық аңыз, сол сияқты мына кітап иелерінен еніп кеткен кейбір жаңағы аңыз әңгімелерді біздің ислам дініне телиді ғой. Енді олар дінге енгізілген жаман бидғаттар. Яғни бидағатты бір жақты түсінуге болмайды. Оған дәлел ретінде Жәлелдин ас-Суйути, имам Хаджар ал-Асқалани сынды мықты хадис ғұламалардың өзі бидғатқа жақсы және жаман деп бөліп қарастырған кітаптарында. Бұл үлкен ғұламалар болғандықтан бұлардың артынан көптеген шәкірттер, бұлардың артынан бүкіл жаңағы сүннет иелері, оның артына ілесуші жамааттың баршасы ілеседі. Бұлардың айтқан сөздерін біз дәлелге аламыз. Ал енді кейбір жаңағы жат ағым өкілдері, ой, мынау болмайды, анау болмайды, мынау бидғат, анау Аллаға серік қосу болады деген сияқты мына қоғамымызда көптеген іріткілер тудыруда негізінен. Ал шын мәніне келген кезде Мәулітті тойлау жақсы бидғат. Мәулітті тойлау дегенде бұл жерде Мәулітті тойлаған кезде енді әлбетте шариғатқа қайшы іс-әрекеттерден аулақ болу керек. Шариғатқа қайшы іс-әрекет деп отқан жаңағы би билеу деген сияқты, сол сияқты жаңағындай көптеген дүниелер бар ғой, мысалы. Көптеген
әуендердің көптеп қосылып кетуі, мысалы тіпті дінге қатысы жоқ, тәрбиелік мәні жоқ өлеңдер айтылып кетуі, ол әлбетте мәуліттің тойлауында ондай әрекеттерге орын болмайды, орын жоқ, ондай нәрсені орындауға болмайды негізінен. Енді ал мәуліттің тарихы ол сонау заманнан бері қалыптасып келе жатқан. Жалпы қазір мұсылман елдерінде бұл мереке ретінде тойланады ғой негізінде. Бір екі үш мемлекетте тойланбағанымен көптеген мемлекеттерде мәуліт мерекесі тойланады. Бір екі үш мемлекетті атап отқанда, мысалы қазіргі таңда мысалы араб мемлекеттерінің ішінде жаңағы Біріккен Араб Әмірлігі деген сияқты, Кувейт деген сияқты. Енді кейіннен мына Сауд Арабиясының өзі мәуліт мерекесін тойлауды қолға алды негізінен. Ол жаңалықтардан да естіп жатырмыз, жаңалықтардан да көріп жатырмыз оны. Ол үрдісті олар жақсы бір үрдіске айналдырғысы келіп жатыр Сауд Араб мемлекеті. Жалпы енді жаңағы Алла елшісінің өмірбаянын тыңдаймыз, оқимыз кітаптардан деген сияқты. Осы Алла елшісінің өмірін баянын оқыған кезде ол кісінің жалпы дүниеге келген күні, яғни дүниеге келген күнде қандай да бір өзгерістер болғанын, жалпы табиғаттың да өзіндік бір қалай деп айтуға, бір құбылған деп айтамыз ба, бір сондай әрекеттер болған деп айтып жатады. Жалпы осыған тоқталып кетсеңіз. Енді жалпы бұл біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүйсенбі күні өмірге келген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да хадисінде келеді. Бірінші осы хадисіне тоқталсақ, мен дүйсенбі күні өмірге келдім дейді. Дүйсенбі күні маған Алла Тағала Құран түсірді дейді. Сол үшін дүйсенбі күні екі жаңағыдай ораза ұстауымда себебі сол дейді. Сол үшін дүйсенбі күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келгеннен бастап, жалпы енді кейбір кітаптарда, пайғамбарлардың өмірбаянында, кейбір кітаптарда жаңағы табиғи құбылыстардың орын алғандығы айтылады. Бірақ бұл нақты ақиқат хабар емес негізінде. Дәлелденбеген. Ол енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір дәрежесін, абыройын асқақтату мақсатында айтылған дүние деп айтылады. Негізінен жаңа Сәуа дейтін көлдің тартылып кетуі, мәжусилердің отын сөніп қалуы, жаңа Ахмад дейтін жұлдыздың туылуы деген сияқты жаңа табиғи құбылыстар орын алғандығы кейбір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірбаян кітаптарында келеді негізінен. Бірақ бұл нақты ақиқат емес. Нұрлан мырза, жалпы енді Алла елшісінің өзінің өмірінде мына мұғжиза деп айтып жатады ғой. Алла елшісінің өзінің тікелей өміріне қатысты қандай да бір кереметтердің орын алғандығы туралы айтып жатады. Яғни ол кісінің жаңа пайғамбар екендігін дәлелінің бір көрінісі ретінде. Жалпы соларға тоқталып кетсеңіз, қандай мұғжизалар болды, ол кісіге берілген жалпы қасиеттер қандай, Алла Тағаланың тарапынан ол кісіге жаңа көрсетілген құрмет қандай деген сияқты, сол турасында ислам шариғатымызда қасиетті Құран кәрімде жалпы не айтылады, осыған бір тоқталып кетсеңіз. Мұғжиза бұл біріншіден пайғамбарларға берілетін Алланың несі бір кереметі десе де болады. Алла Тағала пайғамбарлардың баршасына мұғжиза берген. Мұғжизасыз пайғамбарлар болмаған. Мұғжиза деп отқаны ол Алланы дәлелдеу үшін пайғамбарларға берілетін сондай мүмкіндіктер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең үлкен мұғжизасы бірінші ол Құран. Құран кәрім. Құран кәрім ол үлкен мұғжиза. Мысалы Мұса пайғамбардың мұғжизасы аса таяғы болса, Иса пайғамбарға мысалы емшілік мұғжизасын берген. Сүлеймен пайғамбарға мысалы жан-жануарлардың тілін білу, батыс пен шығыстың желін бағындыру деген секілді сондай мұғжизалар берген. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең үлкен мұғжизасы ол Құран кәрім. Енді әлбетте Мекке мүшриктеріне, сол сияқты жаңағы Аллаға сенбей жүрген адамдардың көзінше пайғамбарымыздың өмір баяндарында, хадистерінде жаңағы мұғжиза көрсеткендігі бар. Мысалы айдың екіге жарылуы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам рухымен де тәнімен де Миғраж сапарына көтерілгендігі, сол сияқты саусақтардың арасынан су шыққандығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ол да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұғжизаларына кіреді. Ал бірақ ең үлкен мұғжизасы пайғамбарымыздың ол Құран кәрім. Себебі Құран кәрім түскен кезде сол араб әлеміндегі, яғни араб жеріндегі көптеген шайырлар, яғни ақындар Құранды оқыған кезде бұл әлбетте адамның сөзі емес, бұл бір жаратушының сөзі деп иман келтірген ақындардың легі өте көп болған. Өте жақсы, керемет. Жалпы енді Алла елшісінің өнегелі өмірі барша мұсылман баласы үшін үлкен өнеге. Яғни сол жолмен жүру үшін де
осы артына қалдырған сүннеті бар. Алла жаңа өзіңіз айтқандай қасиетті Құран кәрім. Енді пайғамбарымыздан кейінгі өмір сүрген дәуірге тоқталып кетсеңіз, жалпы сол кезде өмір сүрген жаңағы Алла Иесінің қасында жүрген достары, серіктері, сахабалар деп айтып жатамыз. Олардың Алла Иесіне деген құрметі қандай болды? Және оларға қалдырған Алла Иесінің жаңағы өсиеті, кеңестері қандай еді? Сол турасында бір тоқталып кетсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, мені өздерінің балаларынан, ата-аналарынан артық жақсы көрмейінше имандарың толық болмайды дейді. Сол үшін осы хадиске негіздеген сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үшін өмірін қиюға даяр еді. Оған себеп, оған дәлел пайғамбарымыздың өміріндегі жаңа ғазауаттар, яғни соғыстар. Сол соғыстарда сахабалар пайғамбарымызды соншалық қатты жақсы көргендіктен сол пайғамбарымыздың қорғауымен болады. Көптеген сахаба Ухуд шайқасында болсын, Бәдір шайқасында болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасында қас сахабалары қасыққаны қалғанша пайғамбарымыз қорғауға тырысқан. Осыдан ақ байқауымызға болады, сахабалардың баршасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өте қатты жақсы көрген. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның адамдарға шығып сөйлеген кезде, яғни сахабалардың алдында сөйлеген кезде, кез келген сахаба мені пайғамбарымыз жақсы көреді деген ішінде сондай сезімде болған. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір сахабаға сондай бір жақсы көрумен қарайтын болған. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артынан ілескен сахабалардың баршасы, енді білесіздер, олар шартарапқа кетіп ислам дінін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өсиеттерін, сүннеттерін, ең бірінші Алла Тағаланың кәләмі Құранды насихаттаумен ислам дінін тарады. Негізінен енді мына кейбір ақпарат құралдары қазір дұрыс емес ақпарат құралдарынан сусындаған кейбір мысалы еліміздегі нелер бар ғой, мысалы енді былай қарағанда исламға қара күйе жағатындар. О, ислам діні бізге соғыспен келді, ислам діні адамдарды қырды деп шын мәнінде қылыштың жүзімен келді. Шын мәнінде ислам діні көп жағдайда мейірімділікпен келген дін негізінде. Ал мына қазақ жеріне келген кезде ол әлбетте енді қарсыластар болды енді. Қарсыластар болды қазақ жеріне келген кезде де осы ислам дінін тараған кезде де қарсыласты, бірақ кейіннен ислам дінінің ақиқат дін екеніне, әділ дін екеніне көз жеткізген түркі тайпаларының көбісі ислам дінін қабылдады. Ал енді сахабалар енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ең жақсы дәуір менің дәуірім дейді, яғни сахабалардың дәуірі. Содан кейін оның артынан ілескен дәуір дейді. Және де оның артынан ілескен дәуір деп айтады. Яғни алғашқы үш дәуірді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең қайырлы дәуір деп отыр, ең жақсы дәуір деп отыр. Яғни сол дәуірде өмір сүрген сахабалар, сахабаларды көрген табиғиндер және табиғинді көрген табиғиндер дейді. Яғни алғашқы сол үш ғасырда өмір сүрген ұрпақтарды айтып отыр. Енді одан кейін енді әлбетте сол сахабалардан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмір баянынан, пайғамбарымыз сүннетінен, өмірінен, Құраннан және де табиғиндерден тараған үлкен ғалымдардың баршасы пайғамбарымызға деген сүйіспеншілігі сондай мықты болды. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, мен бауырларымды сағындым деген хадис бар. Сол кезде Алланың елшісі, біз сіздің бауырыңыз емеспіз бе дегенде, сендер менің сахабаларымсыңдар деп айтады. Ал менің бауырларым деп отқан дейді, мені көрмесе де маған иман еткен, мені көрмесе де мені жақсы көрген үмметім деп айтқан. Олар демек, яғни пайғамбарымызды көрмесе де, көзі тірісінде пайғамбарымыз жанында отырмаса да пайғамбарымызды жақсы көрген, яғни біздің үмметті айтып отыр. Артынан ілескен. Өте жақсы, керемет. Енді мына қазіргі таңда бана әңгімеміздің басында да айтып кеттік қой. Осы Алла елшісінің дүниеге келген күнін тойлап, мәуліт мерекесін өткізіп, жалпы ол жерде жаңа Алла елшісіне мадақ айтылады, мәуліт жыр айтылады. Енді ол жерде де жалпы ешқандай қарап отырсақ, дінімізге қарама-қайшы келетін дүниелер насихатталмайды. Барлығы енді Алла елшісін тану, бірінші Алланы тану, Алла елшісін тану, оның жіберген оның өсиетнамаларын насихаттау деген сияқты. Енді осы бір мәуліт мерекесін жалпы тойлауға бір кері көзқараста жүрген бір топтар деп айтамыз ба, адамдар деп айтамыз ба, сондай пікірлерді жалпы енді осы мәуліт мерекесі келе жатыр, көп естіп жатамыз. Әлеуметтік желілер бар, әртүрлі жерлерден. Жалпы олардың жалпы көздегеніне не себепті мәуліт мерекесін тойлауға болмайды деген сияқты пікірлер таратады. Осыған бір өзіңіздің ойыңызды қоссаңыз.
Біріншіден ол бауырларымыз сол діни басқа бір жат ағым ұсынатын. Жалпы кез келген діни жат ағымның түбінде саясат жатады. Олар негізі саяси діни топтар деп оларға жалпылама біз атау береміз. Себебі олардың көксегені дін емес. Олардың көксегені елдің арасын іріткі тудырып, бір-бірімізбен қырылыстырып, жаңағы елдің ауызбіршілігін бұзу. Кез келген ағым. Ол тек қана исламнан ғана бөлім шыққан ағым емес. Ол жерде кез келген діннен бөлім шыққан ағымдардың баршасы жалпы елдің, олардың мақсаты елді біріктіру емес, елді бөлу. Сол бауырларымыздың мақсаты не? Оларда мақсат бір дінді бір кереметтей бір насихаттап жатқанында шамалы болады. Дінді бір кереметтей бір жақсы жағынан көрсетіп жатқанында өзіңіз қоғамда көріп отыр. Енді халық айтса қалт айтпайды дейді қазақта. Сол үшін солардың жаңағы ұстанымына қарап, ислам діні сол екен деп, ислам діні бізді осылай бөлуге апарады екен деп бір жақты ұстанымда болмау керек. Негізінен де сонау ата-баба заманымыздан қалыптасып қалған. Сол қараңыз, 8-ші ғасырдың екінші жартысы мен 9-ші ғасырдың бас жағында бізде ислам діні қазақ даласына тарап үлгерді. Сол кезден бастап ұстанып келе жатқан біздің ата-бабамыздың дінімізге келеді да, бұлар кеше ғана шыға салып, анау болмайды, мынау болмайды деп жаңағы бізге былай қарағанда ультиматум қойып жатыр. Имамдар, сендер қателесіп жатсыңдар, бұл болмайды, анау болмайды, мынау болмайды. Біріншіден, исламда бір нәрсе болмайды деп айту үшін, ол болмайды деген үкім беру үшін, оны не істеу керек? Тереңінен зерттеу керек. Оның астарына үңілу керек. Неліктен болмайды? Сол үшін кез келген, мысалы енді Алла Тағала ашық күнәларды Құранда айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде де қандай күнәлар бар екенін де бәрін айтып өтті. Ал енді мәулітке келген кезде олар бидғат, оны олай жасау күнә деп шығады. Жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы мәулітінде ешқандай бір шариғатқа теріс әрекет жасалынып жатқан жоқ. Керісінше біз пайғамбарымызды танымай жатқан адамдарға таныту мақсатында мәуліт мерекесі қазіргі таңда тойланады. Енді біздің халқымыздың көпшілігі қазір енді 70 жыл білесіздер, Кеңес одағы кезінде дінімізден ажырап қалды енді. Енді ол дінмен ажырап қалған жаңағы сол замандағы өмір сүрген біздің ағаларымыз қазіргі таңда пайғамбарымыздың кім екенін онша біліңкіремейді. Енді одан ол білмеген нәрсесін қалай баласына үйретеді? Өзінің ұрпағына қалай үйретеді? Сол үшін сондай мақсатта мәуліт мерекесін пайғамбарымызды таныту, пайғамбарымыз өмірбаяны, пайғамбарымыз қандай болған, мінез құлқы қандай болған, киім киісі қандай болды, ол жаңағы сахабалармен, адамдармен мәмілесі, отбасымен мәмілесі қандай болды. Осының баршасы жаңа мәуліт мерекелерінде айтылады ғой. Айтылып жатыр да. Жыл сайын осы былай қарағанда ол бауырларымызға айтармыз, сенің жыл сайын мәуліт мерекесі қарсаңында осылар шығады да. Анау мәуліт бидғат деп жаңа әлеуметтік желіге түрлі жаңағындай діни контенттерді көбейте бастайды. Жыл сайынғы бір қайталанатын несі, әрекет. Бауырлар түсінетін уақытқа келдік қой біз. Ауызбіршілік біз үшін Алла Тағала берген үлкен нығмет, соны деген біз бағалауға тиіспіз ғой. Алла Тағала осы біздің мешіттерді айқара ашық қойды. Мешітіңе 5 уақыт намазын демін еркін орындап жатсың. Азаның шақырулы, қазаның пісірулі былай қарағанда. Бұл Алланың берген үлкен бізге нығметі. Сол сияқты сол мәуліт мерекесінде тойлау да Алла Тағала бізге берген үлкен мүмкіндік емес пе беріп отқан. Сол мүмкіндікті біз дұрысынан пайдаланайық та. Өте жақсы. Енді осы мәуліт мерекесінің жалпы тәрбиелік мәні турасында қандай алып болсаңыз бар? Жалпы жастарға, өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа қандай мәні бар осы мереке? Өскелең ұрпаққа мәуліт мерекесінің тойлану үлкен көптеген тәрбиелік мәні зор шара бұл негізінен. Себебі жастарымыздың баршасы мәуліт мерекесіне барып қатысқан кезде пайғамбарымызды таниды, жақыннан тани түседі. Ал ол жерде пайғамбарымыз танытатын кімдер? Әлбетте дінді оқыған имам, ұстаздар. Яғни имам, ұстаздар дінді соншалықты үйрену арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таниды. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға өмірін танығаннан кейін ол жас жеткіншектерде, жас буындарда не болады? Қызығушылық болады. Кітабын алып оқып қарайыншы, пайғамбарымыз өмірбаяны қандай екен. Алдында бір мәуліт шарасынан қатысып едім, сондай бір жақсы пайғамбарымыздың өмірбаянынан сондай бір жақсы адам екенін
естідім, енді соны өмірбаянымен танысайыншы деп мысалы қызығушылық оянады жас жеткіншектерімізді. Иә. Және де Мәуліт мерекесі былай қарағанда көптеген жаңағы жастарымызға, жаңағындай қоғамымыздағы мысалы аз қамтылған отбасыларына, сол сияқты кедей кепшіктерге көптеген қайырымдылық көмектер де жасалады Мәуліт мерекесі кезінде. Олар да сол мерекені келесі жылы асыға күтетін болады, көрдіңіз бе? Бұл былай қарағанда Құрбан айт мерекесі сияқты, ораза айт сияқты жаңағы адамдардың жаңа асыға күтетін мерекесінің бірі болады. Өте жақсы, керемет. Жақсы пікір. Енді осы Мәуліт мерекесі мүбәрәк болсын, келе жатқан осы Мәуліт мерекесін асыға күтетін жастарымыз, бүлдіршіндеріміз де көп болсын деп тілек айтқымыз келеді. Енді осы мерекенің қарсаңында бізді көріп отырған көрермендерге тілегіңіз болса, жеткізсеңіз болады. Ең бірінші Алла Тағала баршамызға берік иман берсін, қадамымыз нық болсын, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Алла Тағала осы берген нығметіне көптеген шүкірлік айтатын адамдардан болуымызды нәсіп етсін дегім келеді. Себебі Алланың нығметін санасаңдар санына жете алмайсыңдар дейді Құранда. Бізге Алла Тағаланың берген нығметі өте көп қазіргі таңда. Аллаға шүкір, мына бейбіт заманда, тыныш ортада өмір сүріп жатырмыз. Осының баршасы біздің Алла Тағаланың берген нығметі деп түсінуіміз керек. Алла Тағала айтады Құранда: «Ла ин шакартум ла азиданнакум» дейді. Сендер көптеп шүкірлік ететін болсаңдар, мен сендерге арттырамын дейді. Яғни нені арттырамын? Ризық несібелеріңді арттырамын. Одан ары өмір жас ұзақтықтарыңды арттырамын, денсаулықтарыңды арттырамын деген сияқты дүниелер. Яғни арттырамын деп отқан түбінде көптеген мәселе жатыр. Сол үшін ең бірінші Алла Тағалаға көптеген шүкірлер болсын дейік. Әмин, рахмет. Айтқаныңыз келсін, көп рахмет. Пікір білдіріп ой бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Алла Тағала осы жасап жатқан дін жолында қызметтеріңізді сауаптан қылсын, берекелі, қайырлы қылсын дейміз. Келе жатқан Мәуліт мерекесі тағы да құтты болсын. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Мәуліт мейрамы мүбәрәк болсын. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын, еліміз тыныш болсын. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.